Сәлем достар, бүгін біз К дыбысын қалай қою керектігін үйренетін боламыз. Кеттік. К дыбысын қою үшін бірінші біз білу керек нәрсе артикуляциялық аппарат қалай тұру керек. Яғни К дыбысын айтқан кезде тіл қалай тұру керек, қалай жасалу керек. Сіз өзіңіз бірінші К дыбысын айтып көріңіз. К деп дыбысын айтқан кезде тіл жалпы не істейді? Тілдің артқы бөлігі, таңдайдың артқы бөлігіне не істейді? Көтеріледі, дағын түседі. К, я? Сіз оны білдіңіз. Ары қарай енді балаға үйретіп көріңіз. Олай болса, балаға біз К дыбысын қоярда бірінші еліктеуіш арқылы, суреттер көрсету арқылы, түсіндіру арқылы қойып көрейік. Мысалы, біз тоңып қалған кезде, қолымыз мұздап қалған кезде, қыс мезгілінде біз қалай жылытамыз? Кәне үрлеп көрейікші. Осылай жасаймыз. Ары қарай енді баланың басын жоғары қарай көтеріп көреміз. Енді айтамыз К. Айта алмай жатыр, я? Бұл жерде бала айта алмай жатқан себептері, мүмкін кейде балалар айтып кету мүмкін осындай жағдайларда. Ал кейбір жағдайларда не үшін айта алмайды? Жалпы К дыбысын тілді басқара алмағандықтан К дыбысын айта алмайды. Жалпы басқара алмағандықтан деген сөз, мынау тілді жоғары көтере алмай тұр, яғни жоғары көтеріп түсіре алмай тұр. Немесе тамақпен айту мүмкін, қ деп К-ні қ-мен шатастыру мүмкін, енді бұл жерде және де бір дыбыс, осы К дыбысын қоюдың жақсы бір оңай және жеңіл тәсілі, бұл стерильный перчаткені алып, бас бармаққа мынау тілдің, баланың тілін қозғалту арқылы механикалық жолмен жалпы қоюды үйренеміз. Бала стерильный перчаткені кидіңіз, баланың тілін қоясыз, қараңыздар, жалпақты күйінде жату керек. Сосын тілдің үстінен басасыз, қатты емес, үш жағынан ортаңғы бөлігіне дейін ең ары барса, ары қарай істейміз, тілмен тілді бас бармақты итереміз ары қарай. Балаға К дыбысын сіз К деп айтып отырасыз, тілді сіз не істейсіз? Тілді үстінен басыңыз, ол тілдің, соны ары қарай итересіз. Тамаққа қарай итерген кезде тілдің артқы бөлігі көтеріледі, тағыны қараңыз. Дейді, сол кезде К дыбысы шыға бастайды. Сонда сіз жаңа К деп айтып отқан кезде осылай дыбысы естіліп жатса, анық естілмесе де естіліп жатса, о, жарайсың, міне шығайын деп жатыр, К дыбысы міне деп балаға қызықтыру арқылы осылай жасай берсеңіз, жаңада бала өте өзінің айта алып жатқанына жаңа қуанаттағыны одан сайын ұмтылып кететағыны, дыбысты айту және шығару өте тез және жеңіл болады. Әрине балаға жаңа тілін басқан кезде ыңғайсыз, қолайсыз, жағымсыз болады. Ол енді қалыпты жағдай. Сондықтан да осы тәсілді қолданып көріңіздер. Осы тәсіл арқылы К дыбысын қою оңай, жеңіл, қызықты. Сіздер де өз балаларыңызға К дыбысын қойып үйрендіңіздер. Сіздер де жасап көріңіздер және балаларыңызға К дыбысын қойып көріңіздер. Сізге осы видео қызықты болған болса, өзіңіздің эмоцияңызды астына пікір ретінде қалдыра кетіңіз. Және тағы қандай менің каналымнан видеолар көргілеріңіз келеді? Астына жаза кетіңіздер. Келесі қызықты видеоларда кездескенше сау болыңыздар.